Бұл терең сырдың, шынайы диалогтың және рухани құндылықтардың кеңістігі. Киелі кеңістік, отбасыңмен, өзіңмен байланыс табатын сәт. Дәл солай қымбатты тыңдаушы, 101.4 толқыны JJFM-де киелі кеңістік хабар, микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы және Республика партиясының Астана қаласы бойынша жастар қанатының көшбасшысы Амина Айтбай, қош келдіңіз. Қош көрдік, барлықтарыңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы, Амина. Наурыз айы мерекеге өте толы, көңіл күйді көтеретін мезгіл. Бүгін 31 наурыздың соңғы күнінде сізбен жүздесіп отырмыз, тілдесеміз және тамаша бір тақырыпты ортаға алып шықты. Қымбатты тыңдаушы, бізді тек радио арқылы ғана емес, сайттан да көріп тыңдай аласыздар. Патриотизм ұран емес, ұстаным. Әсіресе жастардың отан сүйгіштік қасиетінің болуы, ол еліміздің даму үшін, алға жылжу үшін аса маңызды. Ал отан отбасынан басталады деген тәмсілді жиі айтамыз, жиі естиміз. Өзіңіз, Амина, қалай түсінесіз осы ойды, қалай тарқата аласыз? Мен үшін отан деген бұл тек абстракты ұғым емес, ол менің құндылықтарымды ары қарай да іске асыратын, бір өмірімнің мәніне алып келетін бір зат деп ойлаймын, иә. Мысалға, былайынан қарасақ, әр адам отбасынан не көреді? Егер отбасынан махаббатты көретін болса, отанында шын сүйеді. Ал егер мейірімділікті көретін болса, адамдарға өзінің бағанағы қарапайымдылығын, мейірімділігін көрсете алады десек те болады, иә. Енді отан, отбасы деп бұл айтылған зат тек қана жай сөз емес, ол шындық. Неге? Өйткені бірінші біз бағанағыдай кішкентай кезіміз дейін біздің бірінші мұғаліміміз, ол мектептегі мұғалім емес, ол біздің ата-анамыз, мектебіміз біздің отбасымыз. Сондықтан отан отбасыдан басталады деген ұғым мен үшін бір үлкен шындықтың көрінісі болып келеді. Рахмет, Мадина. Енді Мадина деп кешірім сұраймын. Амина қандай ортада өсті? Қандай отбасында тәрбиеленді? Тыңдаушыларымыз үшін де қызық шығар, маған да қызық. Өте жақсы. Қазір мен сізге айтайын. Біз негізі әулетімізбен, отбасымызбен үлкен әулеттердің қатарына кіреміз. Менің әкемнің өзінде 10 ағайынды, ал біздің отбасымызда 8 ағайындымыз біз. Ең қызықты болатыны, менің ата-анам енді 45-46-да. 45-46-да бола тұра 8 ағайындыны менің өзімнің сүйікті бауырларымды дүниеге әкеліп отыр. Яғни менің сенімді серіктерім, менің құрбыларым, менің достарым сол өзімнің отбасым, ағайындыларым. Бір сөзбен айтқанда. Жалпы менің отбасымның берген бір үлкен бір тәрбиесі бар. Оны қалай атап айтсам екен сізге. Мысалға, менің ата-анам маған еркіндікті берді. Еркіндік қай жағынан берді? Еркіндік киім жағынан, мамандық таңдау жағынан. Өзіңе бір маңызды зат таңдағың келетін болса, ол яғни өмірге бір жақсы алып келетін зат болса, одан ешқашан да шектеу қойған емес. Мысалға, бір киімді алғың келіп тұрса, ертең ұнамай қалса кимей қоясың, лучше өзің таңдағанын ал деп біз бүйтіп беріп отыратын. Одан кейін бірақ тәрбие жағына қатал болды десем де болады. Әкем де, анам да. Неге? Өйткені мысалға менің анам қаталдау адам, айтады ғой, семьяда біреу минус, біреу плюс болу керек деген сияқты. Анам қаталдау адам, әкем сабырлы адам. Анам айтатын, келесі осы бір кездесуге сұранасың ғой баруға. Егер бір кездесуден ровно сағат 8:00-де үйде болмасаң, келесі кездесуге бармайтынсың дейді. Яғни бұдан ұғатын зат не? Бұдан ұғатын зат, яғни дисциплина. Бұл, тәртіп. Қазіргі таңда сол тәртіптің кішкентай көрген тәртіп қазір маған үлкен бір мотивация десем де болады. Бір жұмыс кезінде де, емтихан кезінде де осы дисциплина менде бірінші орында. Таңертең тұру болсын. Енді демалыс уақыттарында айтпай қояйын, күніге 6-та тұрамын, 7-те тұрамын деп емес. Демалыс уақыттарында 10-11-де деген сияқты ғой. Сол үшін әкемнің тағы да бір әрқашанда не істесем де, не зат істесем де, қайда барсам да бір шешім қабылдайтын болсам да бір сөз есімде тұрады. Яғни, қызым, сенің жүріп тұруың ол менің абыройым. Яғни, бұдан ұғатын зат, мен бір тек сәттерді ғана емес, менің қандай адам болып қалыптасатынымды көрсететін бір үлкен мағына деп ойлаймын. Енді таңдау деп қалдыңыз. Таңдауды өзіңізге берген екен, еркіндік берген екен таңдау жасауда. Ал мамандық таңдау бұл адам өміріндегі бір маңызды шешімдердің бірі.
осы орайда бағыт бағдар бермей тек өзіңіздің жан қалауыңыз бойынша таңдадыңыз ба мамандығыңызды? Менің мамандығым саясаттану мамандығы. Гумилев атындағы университетте оқимын, Еуразия ұлттық университетінде оқимын, 4-ші курс. Қазір бұйырса диплом жұмысымен айналысып жатырмын. Бұл жақта маған бір кішкентай кезімде мен адамдардың алдында сөйлеуге ұялмайды екенмін да. Сосын туысқандарымның алдында, одан кейін өзімнің атам бар, айтпай атам, өзімнің сол кісінің алдына мен барып айтады екем, ата ашылау қайда, амандаспайсың ба деген сияқты қылып айтады екем да. Сол туысқандарым айтады, мына қыз халықтың адамы, әкім болатын адам дейді екен. Содан Құдайдың өзі әумин деп қойды ма, білмеймін. Басында негізі халықаралық қатынастарға түскім келген. Халықаралық қатынаста әлемді танып, өз елімді басқа әлемге көрсету менің бір үлкен мақсатым болған. Одан мен 1-ші курсты Астана халықаралық университетінде оққан болатынмын, халықаралық қатынастарда. Одан кейін Құдайдың қалауымен Еуразия ұлттық университетіне 1-ші курстың 2-ші семестрінде саясаттану мамандығына түстім. Мысалға бүйтіп қарап тұрсаңыз болатын еді ғой, шығыстану, әлеуметтану мамандығына түсуге болатын еді да. Бірақ Құдай маған бір бағытты беріп тұр. Сол саясаттану бағыты. Халықтың адамы болу, халыққа пайдасын тигізе алатын бір мықты азаматша болу. Мен өзім ойлаймын, бұл менің үлкен бір таңдаған мамандығым, өзімнің сүйіп оқитын мамандығым. Ешкім бұлай қарсылық танытқан да емес. Бір зат болып жатса, осы жастар арасында қайырымдылық немесе жастар қозғалысы болып біз үлкен ұйым құрып жатсақ та барлығын ата-анама жіберіп отырамын. Ата-анам молодец, біздің депутат қыз, біздің министр қыз деп отырады. Демек, ата-ананың қолдауы бала үшін өте маңызды. Өте. Жақсы сөз айту балаға, батасын беріп отыру, дұғасын тілеу, тіпті айтып отырмаса да іштей балаға сенім арту баланың қанатын қатайтады. Келісесіз бе? Келсем, өте дұрыс. Сіз осы сезімді өмір бойы ата-анаңыздан сезініп келе жатсыз. Сол себепті де сізге қоғамда өз орныңызды табу қиын болған жоқ. Керемет. Қымбатты тыңдаушы, қымбатты ата-ана, менің алдымда отырған жас та болса, үлкен қоғамдық өмірге белсенділік танытып жүрген Амина Айтбайдың айтуынша, ата-ананың бала үшін жасап жатқан еңбектерінің бір жемісі ол баласына сенім білдіру. 8-700-140-00 біз тікелей эфирдеміз. Қымбатты тыңдаушы, сұрақ қоямын десеңіздер мархабат. Қазір әнге үзіліс жасайық, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қоятын сұрақтарыңызды бізге жолдаңыздар. jjfm.kz сайтынан бізді көре де аласыздар. Әр шаңырақ бір әлем. Ал ол әлемнің өзегі, мейірім мен сенім, киелі кеңістік, отбасылық руханиятқа арналған сырлы сағат. Дәл солай достар, 101.4 толқыны JJFM-ге құлақ түрген баршаңызға қайырлы күн. Біз эфирдеміз, киелі кеңістік хабары тікелей эфирде. Сондықтан 8-700-140-00 нөміріне сұрақ жолдаңыздар. Бүгінгі спикеріміз Республика партиясының Астана қаласы бойынша жастар қанатының көшбасшысы Амина Айтбай. Патриотизм туралы, жастардың қоғамдағы белсенділігі жайында әңгіме өрбітіп отырмыз. Және отанға деген махаббат отбасынан басталатынын да ұмытпайық деп тағы бір еске салайық. Амина өзінің тәрбиеленген ортасын, отбасын, алтын ұясын өте жақсы көретін жан екен, және өзінің ата-анасына да сондай өзіне деген сенім, күш, қайрат берген үшін де алғыс айтып отырған жан. Дәл қазір Амина осы сәтті пайдаланып, осы эфирді пайдаланып миллиондардың алдында өзіңіздің отбасыңызға сәлем жолдап, шынайы алғыс тілегіңізді айтуыңызға болады? Әрине, анашым, әкешім, яғни менің анам Гүлмира, есімі, әкемнің аты Тынысбек. Анашым, әкешім, сіздерге сәлем жолдаймын. Сіздерге мың алғыс. Менің осында отыруымның бірі де сіздердің арқаларыңыз. Мен сіздерді жақсы көремін. Тамаша. Лайым, үлкен ересек адамдар өздерінің өсіріп отырған ұрпақтарының қызығын көрсін деген тілек айтқымыз келеді. Әрі қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Таңдаған мамандығыңыз бойынша халықаралық қатынастарға оқуға түстіңіз, одан кейін саясат мамандығы бойынша білім алып жатсыз. Биыл диплом қорғайсыз. 5 минутсыз мамансыз, былай қарасаңыз. Бірақ түпкі арманыңыз, мақсатыңыз сол қалпы өзгермеген сияқты. Әлемге елімді таныту дедіңіз, Қай жағынан танытқыңыз келеді? Не үшін
Қазақстанды әлем білу керек? Айтады ғой, біз номад халықпыз, иә? Біз көшпенді қазақпыз. Біз ешқашан бір орында тұрмағанбыз, шыны керек. Әрбір қазақ, былайдан қарап тұрсаңыз, әр қашанда қимылда жүреді, бір істі жасап жатады. Мысалға, менің өзімнің тақырыбым осы тақырыптан алыстамайды. Менің тақырыбым ұлттық бренд. Ұлттық брендті, Қазақстанның брендін, оң имиджді, позитивті имиджді әлемге қалай таныту. Осы тақырыпта мен қазір дипломдық жұмысымды қорғап жатырмын. Былайша айтқанда, қазір бәріміз білетіндей тарыны білеміз, иә? Тары қазір бізде Чикагода бар, одан басқа да елдерде қамтылып жатыр. Сол сияқты ол өзімнен бір болмаса да басқа қазақтар ұлттық брендті дамытып жатқанына мен қатты қуанамын. Мысалға, біздің елімізде ең танылған ұлттық брендіміз ол біздің әнші Димаш Құдайберген, бәріміз білетіндей. Сол кісінің арқасында басқа елдің адамдары біздің елге көріп, танысып, Димаш үшін Қазақстанның туризмін дамытып жатыр, иә, бір сөзбен айтқанда. Сол сияқты ары қарай да ұлттық брендті дамыту, елімізді дамыту. Енді мен айтпаймын, мен әлемді өзгерте аламын деп. Мен сол әлемнің өзгеруіне, бір қалыптасуына, бір өзімнің пайдам тисе екен деймін. Әлемді өзгерту мүмкін емес енді бір адам, бірақ соның өзінің бір бөлігінде болу мен үшін бір үлкен, ол да жетістік. Қазіргі таңда кішкентай қадамдарымның өзі, істеліп жатқан қадамдарымның өзі халыққа жақын болу, яғни ашықтық, жариялықтан қашпау, халықтың үнін тыңдау деген сияқты ғой. Мысалға, қазақ халқының дәстүрін, идеологиясын, құндылықтарын, біз қандай мейірімді, біз қандай ашық халық екенімізді басқа әлемге де көрсете алу. Қазір енді бәріміз білетіндей, медиа саласы өте жақсы дамып жатыр. Медиа саласы арқылы да біздің халықты басқа елдер көріп жатыр, басқа елдердің танымал блогерлері, әншілері барлығы біздің әндерді тыңдап жатыр деген сияқты ғой. Сол кезде сол видеоларды көріп, мынау біздің қазақтың әншісінің әні ғой деген сияқты болып қалса, бүйтіп қуанып, рухың оянып, сондай болып кетеді. Жалпы сол менің бастапқы миссиям бұл жерде тек өзімнің жолымды қана табу емес, бұл жақта әлемдік деңгейде бір өзімді көрсеткім келеді. Бұл жоба болсын, бір ұйымдармен арқылы болсын, жастар қозғалысы болсын, барлық жерден өзімді танытқым келеді, бір сөзбен айтқанда. Рахмет, Амина, өзің жастар қанатының көшбасшысысың. Лидер, нағыз лидер ол кім? Нағыз лидер ол жауапкершілікті ала алу. Барлық адам үшін жауапкершілікті ала алу. Бағанағыдай коммуникация жағынан жақсы болу. Егер коммуникация болмаса, ол лидерлік қасиеттің ең үлкен бір бөлігі ғой. Бір сөзбен айтқанда, иә. Одан бөлек басқа адам үшін де жауап бере алу. Өзіңнің қандай, мысалға, мен республика партиясымын ба, республика партиясының бағанағыдай идеологиясын, республика партиясын көтеріп, қандай жалпы көрсете алам, сол бойынша көтеріп айтуым керек қой. Сол лидерлік қасиеттердің бірі осы деп ойлаймын. Жауапкершілікті ала алу, яғни барлық қасиеттерден болсын, одан бөлек тағы да барлық қасиетке бай болу, рухани болсын, бағанағыдай құндылықтардан да болсын, адамгершілік жағынан, қарапайымдық жағынан қандай қасиеттер, жақсы қасиеттер бар, сондай барлық қасиеттерден бай болу ғой, бір сөзбен айтқанда. 5 нәрсеге асық болу, 5 нәрседен қашық болу, иә, ұлы Абай атамыздың тілімен айтсақ. Қазіргі жастар туралы мақтау, жақсы сөздер де көп айтылады, және сын пікірлер де көп айтылады. Бұл орынды да шығар, өйткені кез келген буынның өзіне тән қасиеті болады, мінезі болады, ұстанымы болады деген сияқты. Қазіргі жастар қандай? Аминаның көзімен. Қазіргі жастардың енді ең мықты тұстары қандай және әлсіз тұстары? Мен сізге айтайын, қазіргі жастардың ең үлкен мықты тұстары, қазіргі жастар өзіне не керегін біледі. Ата-анасы бір бағыт айтып, мысалға айтады ғой, сен медик бол, сен бағанағыдай тағы көп ұстаз бол, мұғалім бол деген сияқты баланы көп заставить етіп қояды ғой. Мені бір қуантатыны, мен мысалға жұмыс істедім преферентация бойынша. Сол кезде 16-17 жастағы балалармен де жұмыс жасаған болатырмын. Олардың өздерінің ойлары, менің ата-анам мынандай бол дейді, бірақ мен өзім мынаны таңдап, осыны таңдадым дейді. Менің қалауым осы, ары қарай өмірді сүретін мен ғой, сол өмірді алып кете алатын, сол мамандықты ары қарай да
жауапкершілікті ала алу, сол мамандықты қалыптастырып кете алу, менің өзімнің сүйген ісім болмаса, ол мамандықты оқып мен не істеймін деген сияқты көп оқушылармен мен сөйлесетінмін. Қазір былайша айтқанда, қазір медиа саласында көп тренд болып жатыр ғой. Зумерлерді жұмысқа алғаны қазір қорқынышты деген сияқты, иә. Содан менің бір ұққан затым, қазір жастарға қысым емес, сенім керек. Яғни қысым арқылы жұмыс жасату емес, сенім арқылы. Мен саған сенем, егер осындай болса, осындай жақсы болар еді деген сияқты бір өзінің ішіндегі сенімділікті жастарға көрсететін болса, ары қарай жастар соны жауапкершілікті алып, маған сенді ғой, неге сенімін ақтамасқа деген сияқты жұмыс жасайды. Солай ойлаймын. Демек, жастардың бойындағы жауапкершілік қасиеттерді егер ересектер көрмесе, жастарға сенім артпаса, демек оларда жауапкершілік болмайды, және біздің айтып жүргеніміз, жастардың бойындағы жауапкершілік аз деп жүргеніміз, демек ересектердің де қысымынан. Мен солай ойлаймын. Яғни ересектер тарапынан көрсетілмеген сенімнің де нәтижесі болуы мүмкін деп ойлайсыз ғой, иә? Ал әлсіз тұстары қандай? Әлсіз тұстары көбісі өмір жолында өздерінің не істейтінін білмейді. Мысалға, қазір бізде жастардың көбісі депрессивті болып келеді. Яғни депрессияға тез бейімді болып келеді. Бір ісі болмай қалатын болса, сразу менде неге болмай қалды, мен осыған лайықты емеспін ба, мен қолымнан келмейді, басқалар істеп жатыр ғой, 18 жасында машина алып беріп жатыр, үй алып беріп жатыр, менің қолымнан неге келмейді. Яғни бір сөзбен айтқанда, барлығын бірден қалайды. Ол барлығы бірден болу мүмкін емес қой. Жаймен, сатымен келетін зат. Осы деп ойлаймын. Может, ол үлкен бір мәселе, медиа саласы жастарға тоже әсер етіп жатқан сияқты. Өйткені енді ол кісілердің қандай жолмен ақша тауып жатқанын білмейміз ғой. Кейбіреулеріне бақ ерте келеді, кейбіреулеріне кеш келеді деген сияқты. Сол себепті әркімнің өзінің жолы бар. Осы орайда жастардың сол ең үлкен минусы, ең әлсіз тұсы барлығын бірден қалауы. Және нәтижеге тез жеткісі келеді. Оңай қол жеткізу. Иә. Бұмен қалай күресеміз бе, әлде жұмыс істейміз бе, не істеуіміз керек енді? Бұнымен осы жұмыс бойынша, яғни сатылар бойынша, қазір енді онлайн сабақтарда көп қой, рухани құндылықты бағанағыдай адам қалай дұрыс жолды таңдау керек деген сияқты медиа саласында осыны насихаттау керек секілді. Шыдамдылық, төзімділік, еңбекқорлық қасиеттерді, жауапкершілік қасиеттерді балалардың бойына, ата-ана отбасында сіңіру үшін балаларымызға қалай тәрбие беруіміз керек? Мысалы, қазір әлем алақанымызда. Өйткені телефонның ішінде бүкіл әлем бар, иә? Өзіңіз айтқан әлеуметтік желіде түрлі түсті контент, түрлі түсті және миға шабуыл көп, иә? Өте, егер тыңдап отырған, қарап отырған адам сүзгіден өткізбесе, өзіңіз айтпақшы, тез қуанышқа да бөленуі мүмкін, тез күйзеліске де түсуі мүмкін. Осыдан қалай сақтандыра аламыз сол кезде? Мысалы, өз басыңыз, сізде көретін шығарсыз көп жетістікке жетіп жатқан жандарды. Бірақ не себепті күйзеліске түспейсіз? Неге сіз ренжімейсіз? Мен де дәл қазір осы жан сияқты бірден танымал болғым келеді, бірден бай болғым келеді деген сияқты. Ондай ой әрине өзімде де болды. 18-19 жастарымда неге осындай кішігірім болсын бизнес ашып байып кетпеске деген секілді ойлар болды. Соңында мен бір затты түсіндім. Адам байлықты жоғалтса да басындағы білімін жоғалтпайды. Яғни білімді ала келе, ол зат міндетті түрде келетін зат болашақта. Бір ұйғаратын зат қазіргі жастарға ең маңыздысы білім беру. Яғни білімді жеңіл түрмен жеткізе алу. Жастардың көбісі қазір білетін болсаңыз жасанды интеллектпен, мен өзім енді кішігірім байқап қалдым. Көп 7-ші сыныптың оқушылары, 8-ші сыныптың оқушылары барлық үй тапсырмаларын болсын, тек жасанды интеллектпен жасайды. Енді ойлаймын, осы орайда жасанды интеллектке де шекті қою керек секілді. Мектеп тарапынан, одан кейін жас тарапынан. Өйткені баланың бағанағы ми қозғалысы, ойлау қабілеті өте төмендеп қалады. Ойлау қабілеті болмағаннан кейін адам басқа көрген затын
соған қарай елесіп кете береді. Яғни айтады ғой, психология масс деген Лебонның кітабы бар. Адамның өзінің ойы болмаса тобырға ілеседі деген секілді. Тобырға ілеспей өзіңнің біліміңді уақытылы алып, ешқашан білімді алу кеш те емес. 60-қа дейін 70-ке дейін оқып жатқан ата-апаларымыз бар. Ең бір зат, ең үлкен зат ол ата-ананың бала шағасына, балаларына, қыздарына, ұлдарына, немерелеріне осы білімнің маңызын түсіндіре алу деп ойлаймын. Демек, қай уақытта, қай заманда болмасын, білім бірінші орында. Және тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы дейміз. Біліммен қоса тәрбиені міндетті түрде беру керек дейсіз, келістік. Амина, баю туралы айтып қалдыңыз. Баю, ақша жайында әңгімелесейікші. Ақшаны жарату, ақшаны табу, ақшаны жұмсау, көбейту, сақтау. Ақша жағы қалай? Ақшамен доспыз ба? Ақшамен бұл жағы енді қиындау десе. Мен бірінші курс кезімде, жаз уақытысында, мен өзім оңтүстіктің қызымын, Шымкенттің қызымын, шырайлы Шымкенттің қызымын. Оңтүстік дегенде бізде өте ыстық қой жаздың күні. Сосын мен өзімнің әкеме айтам, әке, мен жұмыс істеп көрейін. Не деген мен енді тез қалыптасып кетемін ғой жаңа ортаға, жұмыс істеп көрейін. Давайте келісіміңізді беріңіз деген тұғым. Сол кезде әкем айтады, не істейсің жұмысты? Оқы бірінші сабағыңды. Ертең жұмысқа үйреніп қалып сабағың қалып қалады деп айтатын. Одан кейін мен айтам ғой, әке, давайте онда былайынан істейік. Мен қазір интервьюға барып қайтам. Егер бірінші стажировкадан өтетін болсам, бір күнде әкеге талап қоямын да, егер бір күнде өтетін болсам, мен сол жұмыста қалам деймін. Егер өтпей қалатын болсам, қайтам деймін. Сосын бір күн болады, бір күнде мен профориентация, яғни менеджер болып кірем жұмысқа, бір күнде менің жұмысым оңынан болып жұмысқа кіріп кетем. Сразу договор барлығы болады. Сосын әкеме айтам, әке, мен жұмысқа кірдім деймін. Сосын әке айтады, қайтпайтын қыз екенсің сен, қалсаң қал деген сияқты қылып айтты. Сол бірінші курстан бастап жұмысымды істеп бастадым. Продажа саласында сату маманы болып, профориентация саласында жұмыс жасадым. Бірінші курстан екінші курстың соңына дейін жұмыс жасаған болатынмын. Енді баста өзіңнің бірінші ақшаңды аласың, ақшаның қалай келетінін көресің, қанша уақыт кетті сол ақшаны табу үшін. Одан кейін барып түсінгенім, енді басында өзімнің ақшамды алғаннан кейін жан жақта жаратылды ол. Мына жаққа жараттым, түсінген жоқпын, бірақ кейін үшінші курста жұмыс жасаған жоқпын. Әкем мен анам беріп отырады болды ақшаны. Одан кейін уже ақшаның қадірін түсініп бастадым ғой. Болмайды екен, бекер. Менде мынандай ой болды. Жұмыс жасағаннан кейін оның қандай да бір өзіңе керек бөлігін проценттерге бөліп, өзіңнің алдағы уақыттағы керек жарақтарыңа бөліп қою керек екен. Яғни осы жақта қаржылық сауаттылық өте қатты рөл ойнайды екен. Ақшаны жинау тарапынан мен сол нәрсені қатты ұқтым. Яғни бостан, мен мысалға бірінші курс болсам да 500 мыңның 400 мыңның көлемінде ақша таптым бар ғой, шыны керек. Бірақ оның барлығы жан жақты оңды солды кетті. Жинауды білген жоқпын. Айтады ғой, интернетте де қазір трец деген хит болып жатыр ғой, айтады ғой. Бірінші курстан 10-шы класстан бастап отбасы банкқа ақша құю керек деген сияқты. Сол нәрсе енді қазір маған шыны керек өзіме тиді. Ақшаны жұмыс жасап бастадың ба, әр бөлікке бөл. Мысалға 2 айда, 3 айда бір шопинг жасайтын болсаң, сол 3 айдың ақшасын жинап, осыншама процент мен шопингқа жіберем, осыншама процент мен алдағы өзімнің болашағы үйіме құям, немесе өзіме инвестиция деген сияқты бөліп тастау керек екен. Қазір енді Амина ақшасын қалай жаратады сонда? Ақшаны қазір енді оңды солды жаратпаймын. Бірінші өзіме керек заттарды нақтылап алам. Ол үйге керек зат болсын. Қазірден бастап, мысалға мен өзімнің жеке үйім болмаса да, үйіме керек заттарды жинап жатырмын. Үйіме керек заттарды жинап жатырмын. Қыздың жасауы ма? Қыздың жасауы болсын. Бағанағыдай өзіме керек заттарды жайлап жинап жатырмын. Киімдер болсын. Қазір уже киімдерді ертең артынан да кететіндей более качественный қылып аласың да, тек былайынан ала салмайсың. Амина, жасау туралы айтып қалдың енді. Қыз мұраты кету дейді қазақта. Бәрібір уақытында қыз бала тұрмыс құрғаны дұрыс. Дұрыс айтасың. Бірақ енді сіздің бойыңыздағы көшбасшылық, лидерлік қасиеттерді көре тұра, қаншама үлкен мақсат бар, арман бар. Амина, өзін ана ретінде, отбасының бір
жары ретінде сезінгісі келе ме? Қазіргі алдағы 1-2 жылда шынымды айтайын, мен дайын емеспін бұл жауапкершілікке. Өйткені айтады ғой, екі заттан қателеспеу керек, бірі мамандық, бірі өзіңнің өмірлік серігің. Екі заттан қателеспеу керек. Мен өзімнің өмірлік серігім менің құндылықтарымды бағанағыдай сыйлай алатындай жан болғанын қалаймын. Менің миымдағы заттарға шектеу қоймағанын қалаймын. Екі жақта енді қарым-қатынас тек бір жақтан ғана жұмыс жасамайды ғой, екі жақтан да жұмыс жасайды. Ол екі жақтың да бір құндылықтарын алып айтады ғой, принцип дейді ғой. Принциптерінде былайынан бірегейлікке ортаға салып, оның барлығын игеру керек сияқты. Бірақ әлі 1-2 жылда ана атану, отбасы құру дегенге әлі дайын емеспін, шыны керек. Бірақ Амина ер азаматтардың бойында қандай қасиеттерді бағалайды? Сіз үшін не маңызды? Ең бірінші ол айтады ғой, аманат дейді. Аманатты білген ер азамат қалғанның барлығын біледі. Қыздың қадірін түсінген, ананың қадірін түсінген ер азамат барлық заттың бұл өмірде мәнін түсінеді. Ең біріншіден ол өзінің алып жатқан жарына жауапкершілігі, одан бөлек иманы. Егер иман болса да, енді біз қазақ халық дана халықпыз ғой, зайырлы мемлекетпіз, бірақ дана. Дін жағынан да, ислам жағынан да жақсы болатын болса, ер азамат аманатқа қиянат жасамайды деп ойлаймын. Сол жауапкершілік болу керек, адалдық болу керек, және түсіністік болу керек. Ең үлкен қасиеттердің бірі осы. Тамаша, қымбатты тыңдаушы, біз сұхбатымызды шамалы үзілістен кейін жалғастырамыз. Қазір ән тыңдайық. Амина Айтбай бүгін біздің студиямызда белсенді жастардың бірі. Астана қаласы бойынша, тек Астана қаласы бойынша емес, еліміз бойынша деп те айтуымызға болады. Себебі көптеген жобалардың басы-қасында жүрсіз. Сұхбатымызды жалғастырамыз. Ал сіз қымбатты тыңдаушы 87-101-40-00 нөміріне сұрақтарыңызды жолдай аласыз. Бұл терең сырдың, шынайы диалогтың және рухани құндылықтардың кеңістігі. Киелі кеңістік, отбасыңмен, өзіңмен байланыс табатын сәт. Дәл солай, киелі кеңістік хабары эфирде және 87-101-40-00 нөміріне хат жолдаған тыңдаушымыз бар екен. Амина, сәлеметсіздер, мен сұхбатты тыңдап отырмын. Амина өркенің өссін дейді. Апатайымыз жазып жатыр екен, және мен үшін қызық мәселе, сіз қандай жобаларда белсенділік таныттыңыз, және сіз үшін нағыз патриотизм деген не дейді апатайымыз. Амина жауап бере ғой. Қазір таңда енді біз жастар болғаннан кейін бізде қазір нақты 3 жобамен жұмыс жасаймыз. Оның біріншісі қайырымдылық, міндетті түрде. Одан кейін кітап клубы. Одан кейін 3-ші бізде инновациялық жоба. Біз енді өзіміздің жастар қанаты болғаннан кейін кішігірім командамыз бар. Қайырымдылыққа тоқталып кететін болсақ, қайырымдылықтың ішіне не кіреді? Ол жақта жаңағы қарттар үйіне барып, өзіміздің домбыра, ән, сондай кішігірім көңілдерін көтеріп қайту. Одан бөлек жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік жағынан көмектесу. Осы ауызашар уақытысы болды ғой, ораза уақытысы болды. Сол уақыттарда кешігіп жатқан адамдарға ауыз ашуға көмектесу деген сияқты үлкен қайырымдылық жобалармен де жұмыс жасаған болатынбыз. Біз қазіргі уақытқа дейін жұмыс жасап келе жатырмыз. Уже 1 жылдай болып қалды деп айтсам да болады. 1 жылдың ішінде көптеген жандарға өз үлесімізді қостық деп те айта аламыз. Екінші кітап клубы. Яғни кітап жобасы, бұл бізде нені насихаттайды? Яғни жастар арасында ойдың, қабілеттің дамуын ары қарай да көтеру үшін біз кітап клубын ашқан болатынбыз өзіміздің жастармен. Яғни жастар әрбір командаға бөлінеді. Бір командада 6 адамнан, келесі командада 7 адамнан. Сол команда бір кітапты алып, 2 аптада талқылайды деген сияқты. Яғни жастар арасында пікір алмасады, инсайттар бөліседі бір-бірімен деген секілді. Яғни жастар бұл жерден нені түйеді? Бұл жақта біз тағы бір айтатын затымыз, біз тек қазақ тілінде оқытамыз кітаптарды. Яғни қазақ тілін ары қарай да насихаттау. Қазақ тілінің мәнін ары қарай да жақсы көру. Өз тіліңнің несін біл дейді ғой.
ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Тамаша. Ал енді еңбек жағы қалай? Мына Таза Қазақстан жалпы ұлттық акциясына атсалысқан шығарсыздар? Әрине. Сол Таза Қазақстан акциясына қатыстық. Ол жақта бізде тек жастар ғана емес, жастармен бірге осы Астана қаласының депутаттары, министрлері бірге барлығымыз Таза Қазақстан акциясына қатысқан болатынбыз. Мысалға, Есіл өзені жақ бар ғой, сол жақта ағаш еккен болатынбыз. Тағы театрлардың қасына да ағаш еккен болатынбыз. Былайша айтқанда, осы уақытқа дейін мен бір жылдың көлемінде 5 немесе 7 ағаш ектім. Енді көктем кезінде санаған кезде. Керемет. Сосын, Амина, мысалы, Таза Қазақстан болсын, басқа да акциялар өте көп қой, жүргізіліп жатқан. Бірақ сол акциялардың нәтижесі тек әлеуметтік желіде сурет салып, пост жариялау үшін ғана емес, адамның жүрегінде қалыптасу үшін, болу үшін не істеуіміз керек? Әр адам күн сайын, тіпті ешкім айтпай-ақ, өзі осы акцияға қатысу үшін не істеу керек? Оны қалай жеткізсем екен сізге? Мен ойлаймын, ол затқа адамның өзінің еркі болу үшін адам біріншіден өзіне құрметті білу керек. Яғни адам өзін құрметтеген адам жан жағындағы отан-анасын да құрметтейді. Қазір енді бізде алдағы уақытта пикник деген басталады ғой, жақын арада. Сол уақыттарда жастар арасында осы затты насихаттау керек сияқты. Осындай табиғатта отырмыз. Ары қарай да табиғатты әсемдендіру үшін неге ағаштар екпеске деген сияқты ары қарай жастар арасында осыны дамыту деп ойлаймын. Өйткені адам баласы өзінің ойымен оны затты ойына келе салмайды ғой, ағаш егу керек деген секілді біреудің идеясы арқылы ол зат туындайды. Сол себепті жастар арасында осы затты қолға алу керек секілді. Не болмаса, табиғат аясында серуендедіңіз, демалдыңыз, енді отырған ортаңызды, жан жағыңызды жинап, қоқысты өзіңізбен бірге ала кетіңіз, егер жәшік болмаса деген сияқты, Әрине. Кез келген бір қоқысты көрсеңіз, еңкейіп, оны қоқыс жәшігіне салғаныңызды, тіпті кішкентай сәби қасыңыздағы немесе өтіп бара жатқан жаныңыздағы бала көрсе, есінде сақтайды, демек ересек адамдар жасап жатқан дүниені бала әрқашан не істейді? Қайталайды дейміз. Бұл енді әркімнің шынымен отбасындағы электр жарығын үнемдеуі. Күні кеше қалдықсыз күн өтті, халықаралық. 28 күні, қаншама флешмобтар түсіріліп жатыр, әрине әлеуметтік желіден де көріп жатырмыз видеоны. Бірақ сол бір күндік акция болмаса екен деген ойымыз адамның санасында табиғатқа деген сүйіспеншілікті, махаббатты қалай оятуымыз керек? Шынымен жанашыр болу үшін, жер ананы қадірлеу үшін. Дұрыс айтасыз, бағанағы сөзіңізбен келсем, айтады ғой, бала сөзден емес, істен көреді деп айтады ғой. Сен не істейсең, сенің артыңнан еріп келе жатқан жандарыңда сол затты қайталайды. Мен мысалға, менің анам өте тазалыққа жақын адамдар болды. Мысалға, бір затты дұрыс жинамай қоятын болсаң, сол зат бір-екі зат қана дұрыс болмай қалатын болса, сол затты қайтадан жерге түсіріп, соны бірдей қылып істететін бізге. Менің түсінген затым, яғни сол жақта алдағы болашақта ол өзіңе үлкен бір тәрбие екен, былайша айтқанда бар ғой. Мысалға, жерде бір зат түсіп қалса, мен өзімде баклажка, мысалға айтады ғой, жүріп жатқан жолда, машиналар жүріп жатқан жолында тас болатын болса, қанша осындай тас болатын болса да, осындай көлемді бір алақанда тас болатын болса, мен оны алып тастауға тырысам. Басқа жандарға кедергі болып тұрған дүниені сіз орнынан қозғалтуға әркез дайынсыз. Өйткені жақсылық бәрібірде алдыңа қайтадан айналып келеді. Тамаша, апамыздың тағы бір сұрағына жауап берген жоқпыз. Шынайы патриотизмді Амина қалай түсінеді деген еді? Патриотизм ол тек ұран емес. Бүйтіп айқайлап айтатын ұран емес. Ол сенің, яғни өзіміздің істеп жатқан халқымызға іс-әрекетіміз деп түсінемін. Айтады, менің өзімнің ноутбугымда Ахмет Байтұрсынұлының сөзі бар, жабыстырып қойғам, наклейка жабыстырылады ғой. Ел бүгіншіл, ертеңі мен үшін. Осы сөзден менің астарында түсінетін затым, яғни ел бүгіншіл болғанымен, оның ертеңі менің қолымда.
яғни мен өзімнің қолымдағы затты ары қарай да жақсарту үшін мен соған қарай әрекет жасауым керек. Өзімнің болашағымды ғана ойламай, халқыма да қоғамға да пайдам тиетіндей жұмыс жасау керек, әрекет істеу керек. Бұл бір сәттік бір күндік бағанағы жан рахаты емес, ары қарай да өзіңнің өміріңе инвестиция ғой, былайша айтқанда. Тамаша. Амина, соңғы сұрақ, енді ақша қымбат, ақшадан да уақыт қымбат деген сөз бар. Тайм менеджмент. Ақша қымбат, ақшадан да уақыт қымбат. Иә. Тайм менеджмент жағы қалай уақытты игеріп жатырсыз? 24 сағат бәрімізге бірдей беріледі, бірақ әркім әртүрлі қолданады. Иә, дұрыс айтасыз. Кейбір уақыттар болады, уақытты жеткізе алмай кететін уақыттар болады менің өз өмірімде. Мысалға, бір обедкі уақыттарда мен диплом жұмысын жазамын, кешке серуендеп қайтамын, либо достарыммен қыдырып қайтамын. Немесе бір мақалаларды қараймын, өзім диплом жұмысына қарай деген секілді әртүрлі нелерді бөліп тастасам да, жұмыстарды бөліп тастасам да, кей уақыт жеткіліксіз болады маған. Неге екенін білмеймін. Бұл жағы мен өзім әлі жұмыс жасаудамын. Әлі маман емеспін бұл жақтан. Өйткені уақыт өзіме жетпей жатады кей уақыттарда. Оның бір маңыздысы, ең керек заты уақытты бөліп қою керек сияқты. Өзіңнің жеке бағанағыдай блокнотың болмаса, қазір телефон адамның екінші жаны ғой, былайша айтқанда, иә. Не болса да, біреуге звондау керек болса да, ақша керек болса да, телефон керек. Осы телефонға барлығын бөліп қою керек сияқты. Осы уақытта мен осындайға барам, осы уақытта осындай істеймін, ал осы уақытта демаламын деген сияқты. Мысалға, 1 сағат тамақ ішемін, 3 сағат сабақ оқимын, 8 сағат ұйықтаймын деген сияқты болу керек. Демек, жоспарыңыз бар. Күнді жоспарлайсыз. Иә. Рахмет. Қымбатты тыңдаушы, эфирге Амина бөлінген уақыт соңына таяп қалды. Енді өзіңіздің арман тілегіңіз және осы радиодағы эфир арқылы не айтқыңыз келеді? Дәл қазіргі мүмкіндікті пайдаланып, өзіңіздің тамаша ойыңызды менің ең бір сүйікті кітабым бар. Сол кітаптағы сөзді айтып кетейін, иә. Бейсен және болмыс. Бейсен ағамыз жайлы білетін шығармыз барлығымыз, иә. Сол кісінің мына бір сөзі бар. Маған өмір дайын жол берген жоқ. Маған таңдау берді. Ал таңдау арқылы мен өзімнің болмысымды қалыптастырамын. Осы сөзді әрбір адам түсінсе, осы сөздің астарын түсінсе, өзіне керек зат ұғады деп ойлаймын. Өйткені әр қайсына өзіне таңдау беріледі. Ол таңдауды да жасау адамның өзіне байланысты. Егер мен осы бағытта жұмыс жасағым келеді десе, неге жасамасқа? Неге істемеске ол затты деген бір ой тұрады ғой. Көбісі мысалға риск дейді ғой. Риск жасауға, тәуекелге баруға қорқады. Мен өзім сондай адам, андай әкем айтатын, сен жау жүрек 1000 бала батыр сияқты жүресің деп айтатын. Неге қорықпайсың деген. Сосын айтамын, неге қорқамын? Болған зат болды, болмаған зат болмады. Тағы бір айтатын зат, мен мысалға 2 маған таңдау тұрса, мен 2 таңдауды да көремін. Бір таңдау, яғни оны істемесем, мен айтатын ем, неге осы таңдауды таңдамады екенмін, Демек, қателесуден қорықпау. Тамаша. Рахмет, Амина, уақытыңызды бөліп біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін және қоғамымызда белсенділік танытып өзіңіздің азаматтық борышыңызды орындап, отаныңызды сүйіп, сол отаныңыздың, еліңіздің даму жолында еңбек етіп жүргеніңізге мың алғыс. Ата-анаңызға мың алғыс, сізді тәрбиелеп өсіріп, осындай тамаша білім беріп, әрі қарай да қанаттандырып отырған қымбатты тыңдаушы, Киелі кеңістік студиясында қонақта болған Республика партиясының Астана қаласы бойынша жастар қанатының көшбасшысы Амина Айтбай. Алаш ардақтысы Мағжан Жұмабаев мен жастарға сенемін деп кеткен. Шынымен біз де жастарға сенеміз. Жолыңыз ашық, дұшпаныңыз қашық болсын. Рахмет. Сізге де рахмет. Сау болыңыздар. Рух пен жүрегінде өскенде кеңістікте киеленеді. Эфирде болмысқа бойлайтын уақыт. Киелі кеңістік хабары.